Орталық Азия бойынша ежелгі өркениеттің 9 ошағы белгілі. Бірінші Маргуш, екінші Бактрия, үшінші Хорезм, төртінші Шаш, бесінші Ферғана, алтыншы Соғды, жетінші Сырдария жазирасы, сегізінші Жетісу, тоғызыншы Шығыс Түркістан. Біз бүгінгі сабақта 9 өркениет туралы жан-жақты жеке қарастыратын боламыз. Бірінші бізде өркениет Маргуш өркениеті. Бұл өркениеттің қалыптасқан уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 18-12 ғасырда қола дәуірінде пайда болды. Орналасқан жері Мұрғап жазирасы. Бұл қазіргі Әмудария өзенінің жоғарғы және орта ағысында орналасқан. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтағы астанасы Гонур қаласы болды. Негізгі қаласы 5-ші Намазга-депе және Алтын-депе. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Мерв қаласы пайда болды. Бұл Мерв қаласы ежелгі дәуірде ғана емес, орта ғасырларда Орта Азия хандықтарының ең ірі қаласы қызметін атқарды. Бактрия ежелгі ошағы. Орналасқан жері Әмударияның төменгі ағысында орналасқан. Бұны кейде Окс өркениеті деп атайды. Себебі Окс сөзінің мағынасы Әмудария өзенінің ежелгі грекше атауы. Немесе Окстың арғы жағындағы мемлекет трансоксиандық деген термин сөзде қалыптасқан. Хорезм өркениеті. Орналасқан жері Әмударияның төменгі сағасында орналасқан. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта хорезмдік отырықшы егіншілік өркениет пайда болды. Астанасы топырақ қала. Бұл Хорезм мемлекеті орта ғасырларда өте үлкен хандықтардың ірі қаласы қызметін атқарды. Соғды өркениеті. Орналасқан жері Әмудария мен Сырдария өзенінің аралығында орналасты. Бұл аймақты кейде орта ғасырда Мәуереннахр аймағы деп те аталып жүр. Осы аймақта Сырдария Мараканд қаласы пайда болды. Осы соғдылардың солтүстігінде Шаш, қазіргі Ташкент жазирасы орналасқан. Жалпы соғдылықтар отырықшылықпен, егіншілікпен айналысқан халық. Саудамен де айналысты. Соған сәйкес Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы соғдылықтардың өркениетінің дамуына жол ашты. Ферғана өркениеті. Бұл өркениет тау арасында ойпатта орналасқан, яғни Сырдария өзенінің бойына жақын орналасқан екен. Ферғана бұл Ахемениттік, яғни кезінде Парсы империясы және Александр Македонский империясының құрамында болған. Сматсияның дерегі бойынша осы Ферғана ошағының аймағында 70 қала болғандығы мәлім. Ферғананың солтүстігінде ғұндар, шығысында хан империясы, оңтүстігінде Юэджи мемлекеті орналасты. Шаш ежелгі ошағы. Орналасқан жері Соғдының солтүстігінде, яғни Шыршық және Ангрен өзендерінің аралығында орналасқан. Шаш өркениеті қазіргі Ташкент қаласы деп аталып жүр. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында осы аймақта 30-ға жуық қала мен қоныс болған. Бұл қаланың іргесі біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап бұрын қаланған. Шахар, яғни бұл жерде Ташкент қаласы 11-ші ғасырдан бастап Ташкент қаласы деп атала бастады. Сырдария аймағы. Ол орналасқан жері Шаштың солтүстігінде орналасқан. Кейде бұл аймақты Қаңғы немесе Қаңлы атауымен Авеста шығармасында кездеседі. Сматсияның дерегі бойынша бұл жерді Қаңлы мемлекеті деп атайды. Ірі орталықтары бұл Арыс пен Сырдария өзенінің бойында орналасқан Фараб аймағы, яғни Отырар қаласы болды. Жетісу ежелгі ошағы. Орналасқан жері Балқаш көлі мен Ыстық көлдің арасында орналасқан ірі аймақ. Бұл Жетісу сөзінің мағынасы көп сулы жер деген мағынаны білдіреді.
Бұл аймақтың ең басты су көзі Іле өзені. Бұл Жетісуда Үйсін мемлекетінің орталығы орналасқан. Шығыс Түркістан. Бұл Қазақстанның шығысында Қытайға қарай орналасқан, яғни Тянь-Шань тауынан басталып, шығысқа ағатын Тарым өзенінің алабындағы ірі аймақ Шығыс Түркістан ошағы деп аталды. Бұл жерде біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта Тұрпан, Қашқар, Жаркент сияқты қалалар пайда болды. Шығыс Түркістанның Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы ірі сауда орталығына айналуына алып келді. Шығыс Түркістанның батыс аймағы Қазақстан тарихы үшін және Орталық Азия халықтары үшін өте үлкен тарихи сабақтастығы бар екендігін білуіміз керек. Енді біз осы 9 өркениетті карта бойынша қарастырып көрелік. Мана біз айтқан болатынбыз, ең алғашқы ежелгі өркениеттердің бірі бізде Мұрғап аңғарында орналасқан Маргуш өркениеті. Міне карта бойынша қарап отырсыңдар, мынау бізде Мұрғап өзені ағып жатыр. Осы аймақта біздерде Маргуш ежелгі ошағы пайда болды. Сонымен қатар біздерде Бактрия немесе Окс өркениеті деп айтқан болатынбыз. Міне қарап отырмыз, Мұрғап өзенінің шығыс жағында міне Бактрия ежелгі ошағы орналасты. Кейде бұны Тоқарстан, яғни бұл Ауғанстанның солтүстігінде аймақты білдіреді. Сонымен қатар міне Хорезм өркениеті айтқан болатынбыз. Бұл біздерде Амудария өзені Арал теңізіне құйып жатыр. Амудария өзенінің төменгі сағасында орналасты. Міне Топырақ қала айтқан болатынбыз, астанасы Топырақ қала болды. Сонымен қатар Соғды өркениеті міне көріп отырмыз. Бұл біздерде Амудария өзені мен Сырдария өзенінің аралығында орналасқан Соғды өркениеті. Сонымен қатар мына Соғды өркениетінің шығыс жағында Шаш, яғни Ташкент қаласы Шаш ірі ошағы орналасқан. Сонымен қатар Сырдария өзенінің бойында Сырдария ірі ошағы аймағы орналасты. Сонымен қатар мына картаға түспей қалған біздің Қазақстан жерінде барлығымыз да білеміз, Алматы, Талдықорған қаласы орналасқан, яғни Балқаш пен Жетісу аралығындағы жер біздер Жетісу аймағы деп атаймыз. Ал Жетісудан бастап шығысқа қарай Қытайға қарайғы жерлер Шығыс Түркістан деп аталады.